әңгіме етіп отырған Байжігіттің ерекше орны тарихтағы қалай? Және мұны жаңа күй туралы айтып берсең қысқаша ғана. Енді Байжігіт 18 ғасырда өмір сүрген күйші болған, Абылай ханның заманында. Бұны кезінде Мұхтар Мағауин зерттеуші, тарихшы, белгілі жазушы жазып кеткен күй иесі Байжігіттің өзінің мақаласында. Ал енді бірден Қорқыттың заманынан немесе Фарабидің заманынан 19 ғасырға секіруінің мынандай бір себебі бар. Мына Байжігіт заманы ол Абылайдың заманы, яғни ол қазақтың егеменді ел болып, өз бетінше жеке дербес мемлекет болып тұрған кезі, қазақ хандығының кезі. Сондықтан тоталитаризм кезінде жаңағы сол еркіндік заманындағы өнерді анша көп насихаттай қоймаған. Ешкімге бағынбай дербес ел болып тұрған кездегі өнерге аса, өйткені бұл үлкен жаңағы империялық саясаттың бір ұшығы ғана ғой. Сондықтан жаңағы сол замандағы шығармалардың көбі 19 ғасырға көшіріліп, сол 19 ғасырдағы домбырашылар шығарған деген. Сосын Россияның бодандығына түскен кезден бастап өнердің жаңағы дамуы да сол кезде өнер пайда бола бастады деген идея сол кезде орныға бастаған. Сондықтан Байжігіттің заманына ешкімнің бармаған себебі ол кезде сол саяси себебі бар деп ойлаймын. Ал енді Байжігіттің ерекшелігін сұрап отырсыз ғой. Байжігіттің ең үлкен ерекшелігі мына рухы биік. Байжігіттің күйі аса көп еді, ел ішінде көп тартылады. Мен өзім бір рет санадым, сонда әркімнің қолындағы күйлердің бәрін басын қосқанда 150-ден ары асып кетеді екен. Әртүрлі, мысалы жарайды, бір күйдің 3-4 варианты болады тек, соның өзінде 100-ден кем соқпайтын үлкен мұра қалдырған Байжігіт артына. Таласбек, әңгіме қызықты өту үшін жаңағы күй туралы айтып берсең, және қай күйді тартасың, соны айтсаң. Енді бұл жаңағы көрермендердің тыңдаған күйі, бұл Байжігіттің белгілі атақты күйі, даңқты күйі кезінде бүкіл қазақ даласы тартқан Алмажи деген күй. Күйдің басты кейіпкері жылқы, жүйрік ат, және жүйрік ат болғанда жай ат емес, ол Абылай, баяғы қазақтың ұлы ханы Абылайдың мінген аты. Сондықтан жаңағы Абылайдың жанында жүрген домбырашы болғандықтан, және сол кезде қазақтың азаматтары, Абылайдың жанында жүрген қазақ азаматтары, қазақтың қайраткерлері қалмақтан қайта-қайта жеңіліп, береке бірліктен айырылған елдің жеңіліске ұшырайтынын көргеннен кейін қазақ ес жиып береке бірлікке ұмтылған. Сол кезде қазақты ұйыстырған, қазақ хандығын қайтадан қалпына келтірген хан Абылай болады. Сондықтан ол кезде Абылайды жырлаған жыршылар көп болған, Абылайды күйге қосқан домбырашылар көп болған. Сосын Абылайды жырлап қана қоймайды, Абылайдың тұтынған заттары, мінген аттарын да күйге қосатын болған, әнге қосатын болған. Сол ретте шыққан баяғы ұлы ханның мінген жүйрік ат еді деген күй ғой.